Reddit қолданушылары қызбен жүре бастағанда ғана байқаған тек қыздарға тән әдеттер қандай? Қызбен жүре бастасаң біле жүр, сенің худиң енді сенікі емес. Қызың бір киіп алса болды, қайтып бермейді. Бір байқағаным, кей қыздар өз емшектерімен өздері ойнап отырады, бірақ өздері байқамай қалады. Қазір ғана не туралы сөйлескенімізді ұмытып қалады. Бірақ 2 жыл бұрын айтылған бір сөзді сол қалпында есінде сақтап қалады. Сол бір сөзді дәл қай күні, қай жерде, қандай интонациямен айтқаныңды айтып тұрады. Олар лифчігін шешкен кезде мен үйге келіп белбеуімді шешкендей қатты шаршаған күйде деп бір күрсініп рахаттанып тұрып шешеді. Қыздар душта шаштары түсіп қалса, оны қолмен жинап қабырғаға жапсырып қояды. Кейде кейін алып тастауға ұмытып кетеді. Қыздар ешқашан ішіп отырған сусынын соңына дейін бітірмейді. Үйдің әр жеріне аптасына бірнеше рет жартылай ішілген кофе тауып аламын. Бір кезде үйде кофе ішуге кружкада қалмай қояды. Әйелім кейде душқа кірсе 2 сағаттап шықпайды. Бір күні ол душта тұрғанда мен Трансформерлер 2 фильмін қарап бітіріп үлгердім. Қыздар құшақтасқанда еркелеп тұрғандай көрінеді, ал шын мәнінде сенің жылуыңды жайлап сорып жатыр. Бір байқағаным, қыздар бір проблема айтып жатса, оларға логикалық шешім емес, жай ғана тыңдап көңіл бөлу керек екен. Қыздардың көңіл күйі көп жағдайда аш болса немесе тоңып тұрса бұзылады. Жаман көңіл күйіне көбіне сен кінәлі емессің. Жай ғана тамақтанып алса болды. Бәрі орнына келеді. Қыздар үшін өзіне жарасатын әрі әдемі киім табу өте қиын әрі шаршататын процесс. Себебі әр брендтің өлшемі әртүрлі. Кей түстер жарасады, кейбір киім мүлде денеге дұрыс отырмайды. Шынымен де, сырттан қарағанда оңай көрінгенмен, бұл біз ойлағаннан да әлде қайда қиын нәрсе. Сендердің де әйелдердің үйдегі жиһаздардың орнын ай сайын ауыстырып тұра ма? Менің әйеліме ас үй залдың орналасуы ешқашан ұнамайды. Үстел, орындық, сөре бәрін қайта жылжытып, былай ыңғайлырақ болады деп ауыстыра береді. Қыздар дәмді тамақ ішкелі жатқанда өздері де байқамай қуанғаннан билеп кетеді. Ваннадағы су ағатын жерді күнде тазалау керек. Шаштары өте көп түседі. Қыздар душтан шыққан соң кірсем, суы күйіп тұр. Оларға тек сондай ыстық керек сияқты. Мен ештеңе алдын ала жоспарламаймын. Ал әйелім бәрін менен бірнеше апта бұрын ойлап қояды. Ертең не болатынын өзім білмей жүрем. Ал ол алдағы 5 жылымызды түгел жоспарлап қойған. Қызбен бірге тұра бастағанда ваннадағы раковина үстінің қалай затқа толып кеткенін өзімде байқамай қалдым. Қыздардың киімінде қалта болмайды екен. Болса да ең көп дегенде 2 тиын ғана сияды. Қыздар үшін кез келген кішкентай нәрсе бірден сүйкімді болып кетеді. Мини патрон сүйкімді, мини мачета сүйкімді. Не екені маңызды емес, бастысы мини болса болды. Олар мен сияқты Рим империясы туралы қайта ойламайды екен. Жасым өскен сайын бір нәрсені анық түсіндім. Қыздар да жігіттер сияқты, тек сыртқы келбеті ғана басқа. Жан дүниесі, қорқынышы, арманы, сезімі бәрі бізбен бірдей. Бұны ертерек білгенімде ғой. Мен бұрын қыздарды мүлдем бөлек, түсініксіз бір тіршілік иесі сияқты көретінмін. Содан болар қызбен сөйлесу, жақындасу қиын болатын. Қыздар әдемі киім сатып алуды жақсы көреді. Бірақ соған қарамастан әр қыздың бір ескі лифчігі болады. Өйткені ол сондай ыңғайлы. Ал дәл сондайын қайта табу өте қиын. Сондықтан оны тастай алмайды. Мен мән бермейтін нәрселерге қыздар қатты бас қатырады. Бір нәрсені 10 рет ойлап уайымдай береді. Ал сен қыздармен сөйлескен кезде немесе жүріп бастағанда қандай оғаш немесе біртүрлі қылықтарын байқадың? Комментарийға жазуды ұмытпа.